қымбатты көрермендер, Ақмола Ассамблеясының тарихындағы 30 тұлға айдарымен бүгін біз Ермек Бекенұлы Нұғмановпен кездесіп отырмыз. Ереке, келгеніңізге көп рахмет бізбен сұхбатқа. Ермек Бекенұлы, осы ассамблеяның бүгінгі күнгі маңызы, атқарған ісі осы біздің елімізде қандай оның рөлі бар, сол туралы айтып берсеңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Енді биылғы жылы Қазақстан халқы ассамблеясына 30 жыл толып отыр. Ерекше дата. Енді жалпы ассамблея бұл ерекше құрылым. Өйткені Қазақстанда енді әртүрлі айтады ғой, совет заманынан келіп жатқан 100-ден артық этностар тұрады, халықтар лаборатория, достың лабораториясы деп атады. Жалпы енді бұлай шындыққа келетін болсақ, енді біз анау бір евент тұрады екен, екі неміс тұрады екен, үш ассириялық тұрады екен деп, соның бәрін этнос деп санап 100-ден асырып қойдық. Ал енді шындық айтқа келетін болсақ, енді негізі 1000-нан асатын сол бір 15-20 этнос бар ғой, негізі құрайтын Қазақстанның. Иә, сол енді әртүрлі этностар тұрып жатыр. Әркім енді өз конституциямызда жазылған ғой. Біз Қазақстан халқы тағдырдың жазуымен, енді тағдырдың енді тағдыр деген дүние орысша айтқанда судьба дейді ғой. Сонда Ожеговтың сөздігінде жазылып, ол адамның еркіне байланысты емес дүние. Сондықтан бізге келген жаңа халықтарды біреу қарумен келді, жаулап аламын деп, жаңа қазақтар, орыс қазақтар сияқты біреулер жаңа қиыншылықтан жер іздеп, жаңа өмір бастайын деп келді, шаруалар келді. Одан қалды қаншама 20-30 этносты кешегі мынау тоталитарлық жүйе кезінде айдап алып келді. Айдауға келді осында. Соның барлығы бүгінгі күні бір Қазақстан халқын құрап отыр. Кешегі тәуелсіздік алған кезде барлығы ойлады, 15 мемлекет құрылды. Әрқайсысы өз жолымен кетті. Солардың көбінде азаматтық соғыс болды. Сол ұлтаралық қатынастардың шиеленісіне байланысты, жаңа ұлтаралық саясаттың дұрыс болмауына байланысты. Ал енді біздің сол кездегі басшылығымыздың енді аналығы деп айтсақ та болды, басқа енді жалпы қазақ халқының енді бұл енді ең бірінші қазақ халқының өзінің сол менталитеті, өзінің сол көнбістігі, шыдамдылығы шығар, анау кең қолтықтығы, сол қазақ халқы сол өзінің бауырмашылығының арқасында ешкімді өзегінен теппей, бәрін өзінің сол құшағына алып, ешкіммен де жауласпай, бүгінгі күні міне 30 жыл ешқандай соғыссыз, ешқандай таудамайсыз өмір сүріп, өзіміздің мемлекетімізді құрып жатырмыз. Бұл да бір үлкен жетістік. Ол сол жетістікте міне Қазақстан ассамблеясының да өзінің енді орны бар, оны атап өту керек. Қалай айтсақ та, жалпы енді бұрын Қазақстан халықтар деп атса, қазір Қазақстан халқы деп атады. Оның ішінде қазақ та бар, оның ішінде осы негізгі мемлекетті құрап отқан ұлт. Жалпы ассамблеяның бүгінгі күнгі басты мақсаттарының бірі, ол енді мынау қазіргі күні президентіміз айтты ғой, біздің бәріміздің қалтамызда бір түсті төлқұжат. Мысалы, мынау қазақ екен, мынау орыс екен деп, біреуінде көк, біреуінде жасыл, біреуінде қызыл емес, бәрінде көгілдір, аспан түсті төлқұжат. Туымыз бір, ел ұранымыз бір, біз бәріміз бір шаңырақтың астында тұрып жатқан қазақтан халқымыз, бәріміз қазақпыз. Сондықтан біз де солай деп өзіміз жүрген жерімізді айтамыз. Біз бәріміз де бүгінгі күні қазақпыз. Кешегі күні айтып жатырмыз, кешегі күні сіздердің халықтарыңыздың басына, ата-бабаларыңыздың басына қиын заман туған кезде қазақ халқы сіздерді қарсы алды, аман сақтап қалды. Бүгінгі күні ұрпақтарын осындай заманға жеткізген, ол өздеріңіз айтып жатсыздар, рахмат деп. Мысалы, ингуш халқының 80 жылдығын, ингуш шешен халықтарының осы депортациясының 80 жылдығын атап өттік қой. Сонда бәрінің аузынан екісінің бірін айтып жатқаны қазақ халқына рахмат. Қазақ халқы болмаса біз осындай күйге жетер ме деген. Енді соны айтып отырмын, рахматтарыңды айтып жатсыңдар ғой. Енді біз де сіздерге рахмат айтайық. Бүгінгі күні біз өз елімізді өзіміз анау 90-шы жылдар, 80-ші жылдардың аяғына 36% болып қалдық Қазақстан. Тілімізді жоғалта жаздадық, жойылып кете жаздадық. Сондай күйге қарамастан біз сіздердің барлықтарыңызға міне көмек жасадық. Енді сіздер бізге көмек жасадық. Бірлесіп барып қазақ тілін өзінің деңгейіне, мемлекеттік тіл деңгейіне көтерейік. Ассамблеядағы ұлтаралық тіл, президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтты, ұлтаралық тіл қазақ тілі болу керек деп. Сондықтан бүгінгі күні ассамблеяның ең басты жұмыстарының бірі сол қазақ тілінің өзінің мемлекеттік деңгейіне көтеру, қазақ тілі ұлтаралық тіл болу. Оны сол ақсақалдар кеңесі де осы. Ал енді осы жерде Ермек Бекенұлы, сіз жаңағы ұлтаралық тіл, жаңағы қазақ тілінің дамыту жайын айтып отырсыз.
және ассамблеяның басқа да бір жобалары туралы айтып отырсыз. Өзіңіз бүгінгі күні Ақмола ассамблеясының ақсақалдар кеңесін басқарып отырсыз. Сол ақсақалдар кеңесі ретінде, кеңестің басшысы ретінде сол кеңес қандай жұмыс атқарып жатыр? Өздеріңіз қандай жұмыс атқарып жатсыздар? Сол туралы айтып берсеңіз. Енді Ақмола облысында ақсақалдар кеңесі барлық аудандарда құрылған, бүкіл жерде, барлық жерде бар. Белсенді жұмыс істеп жатыр. Ақсақалдар кеңестері халықты қабылдау өткізеді. Сол жастарменен жұмыс істейміз. Ең басты сол жастарға бүгінгі күні дұрыс тәрбие беру. Осы қазіргі айтып жатқан 5 кеселден сол қашық болыңдар деп жастарды сол жаңағы ұлтжандылыққа, елжандылыққа тәрбиелеу. Сосын жаңа айтып жатқан адал еңбек деп айтып жатырмыз. Адал еңбек, адал табыс, соған жастарды тәрбиелеу, сол жөнінде үлкен жұмыс атқарып жатыр. Жуырда ғана Алматы қаласында республикалық ақсақалдар кеңесінің форумы болды. Сол жерде мен дағы сөз сөйледім, ақсақалдар кеңесінің атқарып жатқан жұмыс жөнінде. Одан кейін біздің облысымызда үлкен ақсақалдардың, зиялы қауымның атқарып жатқан жұмысын президентіміз атап өтті. Жаңағы салауатты ауылдар ішімдіксіз. Мынау мен Қонысбай ауылын сол жерде үлгіге келіп көрсетіп айттым. Қонысбай ауылында ақсақалдардың жаңағы билер кеңесінің, ақсақалдар кеңесінің сол бастамасыменен ауыл мінекей 2 жыл болды, ешқандай ішімдік сатылмайды, тойлар ішімдіксіз өткізіледі деп, соның барлығы үлгі боларлықтай жағдай. Одан қалды Сандықтауда білесіздер, Бірлік ауылдық округі бар. Ол жерде де мінекей уже 10 шақты жыл болды, ешқандай ішімдік сатылмайды, жоқ, ол жерде ішімдік қойылмайды, дүкендерінде жоқ. Соның бәрі басқа ауылдарға, басқа нелерге үлгі боларлықтай президентіміз өзінің сөзінде айтып өтті. Міне Ақмоланың несі жақсы үлгіде. Солар бойынша енді ақсақалдар кеңесі осындай жұмыстарды бірлесіп, халықпен бірге, сол елмен бірге, ассамблеямен бірге бірлесіп әрмен қарай атқарамыз. Ол басты енді мәселе, сол мынау ұлтаралық жаңағы достық, қарым-қатынас өте нәзік дүние ғой, сондықтан соны өзіміздің біздің ата бабамыз бізге бергендей, бізге де сол ұрпаққа аманат етіп жеткізу біздің басты мақсатымыз деп ойлаймын. Рахмет берген сұхбатыңызға, аман болыңыз. Еңбегіңізге жеміс, табыс тілейміз. Рахмет. Алдағы уақытта.